Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оңтүстіктің хит тағамы болып саналатын өте дәмді әрі тойымды нан салма тағамның рецептісін ұсынғым келіп отыр. Видеоны асықпай міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 1 стакан салқын су, оның үстіне 1 жұмыртқа, жарты ас қасық тұз қосып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып аламыз да, үстінен 400 граммдай шамамен ұн қосып, бірінші қасықтың көмегімен осылай араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електің көмегімен өткізіп салыңыздар. Кейіне қолдың көмегімен иле отыра қаттылау қамыр етіп илеп аламыз. Қамырды салафанға салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Енді біздің подливамызды жасайтын боламыз. Ол үшін осылай етті майдалап турап аламыз. Сәбіз, пияз, картоп, помидордың барлығын видеодағыдай төрпіштетіп турап аламыз. Табамызға май құйып, оны жақсылап қыздырып алып, үстінен етті салып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Оның үстінен пияз, сәбіз салып, жақсылап қуырамыз да, 1-2 минуттан одан кейін төрпіштелеп туралған помидорымызды және де 1 ас қасық томат пастасын қосып, оның үстінен картопты салып, тағы да бірнеше минут қуырып, өзімізге керегінше су құятын боламыз. Және де мен арасына болгар бұрышын қосып жібердім, бірақ та бұл қосу міндетті емес, бар болса қоссаңыздар болады. Үстінен подливамыз батып тұратындай етіп су құйып, оның үстінен тұз, бұрыш, өздеріңізге ұнайтын осындай приправаларды салып, 1 рет қатты отта қайнатып аламыз. Одан кейін барып, баяу отта 1 сағат 50 минут шамасында етіміз піскенше қайнататын боламыз. Жаңағы қамырымызды осылай дөңгелек етіп, шұқалау етіп жайып аламыз. Және де бөлме температурасында дәл осылай жайлы күйінде 20 минутқа қалдырамыз. Сонда біздің қамырымыз кішкене қатайып, кескен кезде арасы бір-біріне жабыспайтын болады. Кесерден алдын арасына осылай кішкене ұн сеуіп жүрсеңіздер болады, көп емес. Одан кейін осылай дәл видеодағыдай орап, барлығын орап шығыңыздар, немесе дәл осылай жартысын орап, одан кейін жартысын кессеңіздер де болады. Астына тақтай қойып, пышақтың көмегімен осылай ірі етіп турап аламыз. Одан кейін барлығын ақырында осы видеодағыдай қолмен ашып шығамыз. Әдемілеп ақырындап қойыңыздар, сонда сіздерде ұзын-ұзын әдемі қамыр болып шығады. Енді кезекте ыдысымызға су құйып, оны қайнатып, үстінен 1 ас қасық тұз салып жібереміз. Одан кейін қайнағаннан кейін қамырымызды салып, 4-5 минут шамасында қамырларымызды пісіріп аламыз. Одан кейін қамырдың піскенін жеп көрсеңіздер болады. Қамырымызды осылай сүзіп аламыз ыдысымызға, бетінен подливаның осылай майын құйып, кішкене жақсылап, 5 бармақты жаңағыдай тұздағандай кішкене тұздап жібереміз де, бетінен подливамызды салып, оның бетіне укроп, өздеріңізге ұнайтын ас көктерді турап ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, әрі өте тойымды болады. Міндетті түрде дәл осы тағамды жасап жеп көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеом ұнаған болса, лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.